Бірде ауылдағы қой кезекте қой бағып отырып, жалығып кеткен бала болды. Іші пысқан бала жағдайды одан да қызықты еткісі келіп, ол қойларды қуып келе жатқан қасқырды көрдім деп айғайлады. Барлық ауыл адамдары қасқырды қууға жүгіріп келді, бірақ олар қасқырды көрмеді. Бала күлкіге қарық болды, бірақ ауыл тұрғындары оған қайталамауды айтты. Ол осы жалған көмекті қайталағаннан кейін көп ұзамай ауыл адамдары оның тағы өтірік көмегіне қайтадан жүгіріп келді. Бір күні бала қасқырдың отардың арасында жасырынып жатқанын көреді. Көтеріліп көмекке шақырды, бірақ бұл жолы ешкім келмеді, өйткені олар оны әлі күнге дейін әзілдеп жатыр деп ойлады. Кешке қарай ауыл тұрғындары қойлармен оралмаған баланы іздеді. Олар оны жылап жатқанын тауып алды. Ол оларға шынымен қасқыр бар екенін айтты. Бүкіл отар кетіп қалды. Бір қария оны жұбатуға келді, және оған өтірікшіге ешкім сенбейтіндігін айтты. Тіпті олар адал болса да, әңгіменің моральдық мәні, бір рет бұзылған сенімді қайтару қиын.